Алматы қаласы әкімдігі қаланы жаңа жылдық безендіруге 714 миллионнан аса теңге жұмсалған дейді. Бұл сомаға нендей қызметтер кіріп, қалай орындалды? Бұл сұрақтың жауабын бірге зерттейік. Оған дейін каналға жазылып, лайк басуды ұмытпа. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Мемлекеттік сатып алу порталының мәліметінше, Алматы қаласының мәдениет басқармасы қала аудандарының әр қайсысын жеке безендіруге шешім қабылдады. Сондықтан да ведомство сыртқы безендіру қызметтерін сатып алу бойынша 8 хабарландыру жариялады. Сонымен қатар қала аудандарының әр қайсысына кемінде 65 миллион теңге бөлген. Мәселен, Алатау ауданын безендіруге 66 миллион 7894 теңге, Алмалы ауданына 67 миллион 693 551 теңге, Әуезов ауданына 67 миллион 98 968 теңге, Бостандық ауданына 65 миллион 937 894 теңге, Жетісу ауданына 67 миллион 667 894 теңге, Медеу ауданына 67 747 294 теңге, Наурызбай ауданына 67 262 894 теңге, Түрксіб ауданына 66 миллион 297 997 теңге жұмсауға ниетті. Қызмет көрсетуші ретінде 4 компания таңдалды. Magic World ЖШС, PR Capital Media жеке кәсіпкері, Expert Group ЖШС және Biggrass ЖШС жеңімпаз ретінде тағайындалды. Magic Group Алмалы және Наурызбай аудандарына, Capital Media Бостандық және Жетісу аудандарын, Biggrass Түрксіб ауданын, ал Expert Group Алатау, Әуезов және Медеу аудандарын безендіреді. Техникалық сипаттамада жеткізуші әр ауданда биіктігі 10 метрлік шыршаны орнатады, оны гирляндырмен және ойыншықтармен безендіреді. Биіктігі 1-ден 3 метрге дейінгі 7-ден 30-ға дейін шағын сәулет нысандарын, арка топтарын, жарық гирляндырларынан тақырыптық жарықтандыруды және кейбір аудандарда әкімшілік ғимараттарының қасбеттерін бөлек безендіретін болады. Алайда бұл Алматы әкімдігінің қаланы безендіру бойынша жоспарлаған барлық шығындары емес. Бұдан бөлек Абай алаңын безендіруге тағы да 66 миллион 693 551 теңге бөлді. Онда қаланың бас шыршасы орнатылады. Тақырыптық безендіруге 65 миллион 598 968 теңге. Жарық элементтерін және конструкторлармен шағын сәулет нысандарының қалпына келтіруге 46 миллион 276 195 теңге. Осылайша Алматының жалпы билігі қаланы безендіруге 714 285 теңге жұмсауды жоспарлаған екен. Егер мақаладағы қосымша безендірулер туралы толығырақ білгіңіз келсе, сипаттамада көрсетілген сілтемеге өтіп, оқи аласыз. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқы. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.